саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Бүгін сіздерге мен біздің мектептердегі кітапханалық іс-шаралар арқылы оқушылардың бойында рухани адамгершілік құндылықтарды қалыптастыру туралы баяндайтын боламын. Ұлы ойшыл, ғалым Әл-Фараби атап айтқандай, тәрбиелеу дегеніміз адамның бойына білімге негізделген этикалық құндылықтар мен өнер қуатын дарыту. Жалпы құндылық дегеніміз не? Оның адам өмірінде алатын орны мен маңыздылығы неде? Білім мен тәрбие беруде неліктен құндылықтарға өте үлкен көңіл бөлу қажет? Мектеп кітапханасының оқушылар бойына құндылықтарды сіңіруде, тәрбиеге етене араласуда орны қандай? Яғни осы сынды сұрақтарды сіздермен талқылайтын боламыз. Құндылықтар жеке тұлғаның бойында өмірге келген сәтінен бастап бірге дамиды. Жасы ұлғайған сайын қоршаған ортасына сәйкес бірге қалыптасады. Құндылықтарды түріне қарай 4 топқа бөліп, оны жеке қарастырсақ та болады. Мысалы, интеллектуалды, физикалық, рухани және эмоционалды. Әр құндылықтың өзіне тән жіктемесі бар. Интеллектуалды құндылыққа баланың кітап оқу, білім алу, тәжірибе алмасу, жоспарлау, алға мақсат қою десек, эмоционалды, физикалық және рухани құндылықтарға шығармашылық, еркіндік, жауапкершілік, сыйластық, махаббат, достық, шыдамдылық, адалдылық, сенімділік, тағы сол сияқтыны жатқызуға болады. Педагогикалық тұрғыдан құндылықтарды қарастыратын болсақ, ол адамның өзіндік құқығы, адамдармен қарым-қатынасы, іс-әрекеті, тұрақтылығы, мәдениеті, тәрбиесі. Осы тұрғыдан Назарбаев зияткерлік мектептерінде жас ұрпаққа білім беріп тәрбиелеуде зор жұмыстар атқарылуда. Және сонымен қатар мектеп кітапханасы ақпарат пен білім алу орталығы ғана емес, мектеп оқушыларын тәрбиелеуде орасан зор үлес қосатын орта. Мектеп оқушыларының бойында рухани құндылықтарды тәрбиелеуде мектеп кітапханасы көптеген іс-шаралар, акциялар ұйымдастыруда. Себебі кітап арқылы оқушы бойына өмірлік құндылықтарды сіңіре алады. Әр оқылған кітап, шығарма кейіпкерінің басынан өткерген түрлі жағдайлар, жасалған шешімдер бұл тәрбие, сабақ. Осы бағытта мектеп кітапханасы келесі іс-шараларды жүргізуде. Букстарт жобасы. Бұл жобаның ұраны кітап даналығы отбасын нығайтушы құрал. Оқу сағаттары. Мектеп кураторлармен бірлесе тәрбиеге арналған кітаптарға шолу жасап, талқылау, оқылған материалдар мен мәліметтерді мектеп оқушыларын тәрбиелеуде тәжірибе ретінде қолдану. Мемора жобасы. Жас ұрпақтың өткен тарихпен байланысы. Бұл жобада қарт ата-әжелеріміз өздерінің өмірлік естеліктерімен бөліседі. Мектеп оқушыларына сол кісілердің тәжірибелерінен үлгі алып, отбасылық дәстүрлеріміз, ортақ әдет ғұрыптарымыз бен адамгершілік құндылықтарымызды сақтауға бағытталған. Құндылықтар картасы. Бұл іс-шара арқылы оқушылар әр түрлі құндылықтардың мағынасын терең түсініп, берілген құндылыққа сәйкес шығармалармен танысып оқиды. Ата-аналарға арналған тәрбие туралы кітап топтамалары, оқырмандар клубы, үстел ойындары, құндылықтар сөздігі, қайырымдылық акциялар, топтық ойындар. Оқушыларға өз эмоцияларын қағаз беттеріне креативті жарық шамдар әдісі арқылы түсіру, буктейстинг, атаулы күндерді атап өтуге арналған іс-шаралар легі. Мектеп қауымдастығын тәрбиелеудегі тағы да бір маңызды бағыт ол оқушылардың академиялық адалдық дағдыларын қалыптастыруға ықпал етіп, қолдау көрсету. Осы бағытта кітапхана өз жолында біршама жұмыстар атқаруда. Айта кетсек, академиялық шындықты ұстануда өткізілетін кітапханалық сағаттар. Бұл сабақтарда оқушыларға ақпаратты дұрыс іздеу, оны орынды дұрыс пайдалану сынды мәліметтер беріледі. Мұндай сабақтар болашақта емтихан, ғылыми, жобалық, курстық жұмыстар жазуда тың және нақты ақпараттарды пайдаланып, оны адал және дұрыс қолдануға тәрбиелейді. Жасалып жатқан жұмыстардың барлығының мақсаты оқушыларды сыйластыққа, толеранттылыққа, жауапкершілікке, махаббатқа, достыққа, адалдыққа баулиды. Қоғамда әр адам жеке тұлға болып саналады. Қазір
Әлемдік жаһандану үдерісі ерекше екпін алған кез. Сондықтан да, құрметті әріптес, осындай сындарлы кезеңде ең бастысы сіз бен біз ұлттық мүдде, ұлттық тәрбие, ұлттық рухты сақтап қалуға тиіспіз. Көңіл бөліп тыңдағандарыңыз үшін алғыс.